Сәлем, қалайсыздар? Балаларды аян үшеуі Наршатай сыртқа паркке кетті. Мен қазір өзім мындай әдем сумкамды ұстап алып, Қазақстаннан алған дүкен аралауға бара жатырмын. Жапонияда танымал 100 йендік дүкендер бар. Соның үшін көрсеткім келіп тұр. Себебі меніңше оны осы Жапонға келетін барлық адамдар білуі тиіс деп ойлаймын. Себебі көп нәрсені үйге қажетті, жалпы адамға қажетті көп нәрсені сол жерден тапса болады. Ал ендеше кеттік. Бүгін ауа райы керемет болып тұр, жылы 16-17 градусты көрсетіп тұр. Негізі аптасына сенбі жексенбі аян балаларды сөйтіп ойнатып серуенге шығып келеді. Мен сол өзім жұмыстарын жасайым деген сияқты. Сол супермаркеттің ішіне келдік. Супермаркет емес, сондай бір мол ғой. Сауда орталығы. Ішінде барлығы бар. Қазір 3-ші қабатқа көтеріліп, сіздерге 100 йендік дүкенді көрсеткім келіп тұр. Сакураға дайындап қойыпты. Негізі супермаркеттерде де сондай сакураны ерекше не қылып қояды. Мысалы, мына жерде сондай орамалдар, дастархандар, пикник жасайды, сондай сакураның астында. Мындай есік келіп қоятындар, неше түрлі. Мындай қағаздар, жаңадай ашық хат жазатын деген сияқты. Мына пикникке шыққанда қолданатын ыдыстар деген сияқты. Жапонияда осындай ерекше көңілге бөледі. Мындай гүлдер де бар. Негізі бұл 100 йендік неде, дүкенде Дайсо деп аталады. Әртүрлісі бар, серия бар, лимон деген түрі бар, тағы сондай сияқты бір түрлері бар. Бұл жерде негізі өте көп нәрсе көруге, табуға болады. Бірақ мен сіздерге бүгін тек қана сондай бір ерекше, осыны да 100 йенге алуға болады деген сияқты нәрселерді көрсеткім келіп тұр. Бұлай негізі барлық нәрсе бар. 100 йендік дүкендерде мынандай жаңадай тоналка жағатын, осындай әдемі нелерді табуға болады. Губкаларды, неше түрі бар. Осындай. Мынандай әдемі тестеп қойыпты. Ішінде екеуі бар дейді. Қабы, жүрек тәрізді. Осындай. Мындай шашқа қыстыратында бар. Айтпақшы, бұл жерде барлығы 100 йен болғанда 100 йеннен басталады. 200 йен, 500 йенге дейінгі заттар бар. Мысалы, мына жерде шашқа арналған accessories деп айтады. Сосын өзіме мынандай алмақшымын. Одан кейін бір ерекшесі осындай стористарды айтқан болатынмын. Мынау шашқа тағатын night cap. Бұл деген сөз, мысалы, шаш көбінесе төсектерге түсіп қалады. Енді шашы көп түсетін адамдарға арналған ғой. Өйстіп басына киіп жатса болады. Деген сияқты ұзын шаштарға арналған дейді. Одан кейін қолға, аяққа маскалар да бар екен. Әдетте біз беттегі маскаларға үйреніп қалғанбыз ғой. Бірақ мына жерде осындай қолға, аяққа істетсе де болады екен. Осы сияқты спорттың дүниелерінде тапса болады, спорт жасайтын, жаттығу жасайтын адамдарға. Одан кейін бір қызықты не, мынау бетке арналған тренажер. Ауызға салып, осылай не ғой, бұлшықетті қатайтамын десе, беттің осылай салып, қысып, осылай жаттығу жасаса болады екен. Осындай қызық бар. Одан кейін мынандай міне мұрынға арналған да бар екен. Мұрынды шынықтыратын. Мұрынға жаттығу жасап деген сияқты. Осындай. Одан кейін тіпті мына жақтан осындай бетке макияж жасайтын декоративті косметикаларды осы жерден тапса болады. Әрине бағасы арзан ғой, бірақ кейбір қыздар Жапонда қолданатын қыздар да бар. Ерінге бояйтын әртүрлі палеткалар деген сияқты, мындай кірпік бір рет қана жасауға арналған деген сияқты. Осындай дүниелерді тапса болады.
А мына бетінде міне уходтар. Енді бұны мен білмеймін, көп адам қолдана ма, бірақ мысалы мына жерді қарасақ, мына босап қалған ғой. Мына жерден де мысалы бір екшеуі жоқ. Соған қарағанда адамдар расымен де қолданатын сияқты. Ішінде Жапонда жасалған тапса да болады. Менің ең жақсы көретінім ол мынандай блокноттар. Неше түрлі сондай әдемі блокноттарды тапса болады. Мына жақта кішкене несі азайып қалған екен. Бірақ жалпы мысалы әдемі неше түрлі блокноттарды алса болады 100 теңге. Мына жерде балалардың бояйтын сондай бояғыштары. Жерде осы жақында мынандай төсекке арналған қаптар да қосылғанда. Енді меніңше студенттер мысалы алып осыны қолданса болады. Келе салып мысалы қымбат алған кішкене қиындау ғой. Сол сияқты осындай дүниелерді осы Дайсодан тапса болады. Тағы да бір қызық дүниелер көрсетейін. Мына жақта мысалы мынаны не деп ойлайсыздар? Кішкентай бір байпақ носки сияқты көрінеді ғой, бірақ бұл мысалы орындықтардың, мысалы қараңыздар, орындықтардың асты жағына мысалы жерді полды сызып кетпес үшін деген сияқты осындай орындықтарға болмаса үстелдердің астына осылай кигізіп қояды. Неше түрлі әдемі түрлері де бар. Сүйкімді. Кейін менің артында әртүрлі контейнерлер тұр, зат салатын. 100-ден 500 теңге дейінгі бағада бәрін алса болады екен. Енді ыдыс жақтарға келдік. Мысалы мына жақта әртүрлі әдемі ыдыстарды алса болады 100 теңге. Енді 100 теңгеден жоғарылар да бар. Мысалы мынау 100-ден тұрады. Түрі де әдемі деген сияқты. Мынандай ыдыстар да бар 200 теңге. Жаңағыдай жуынатын бөлме, дәретхана, кір жууға арналған әртүрлі мындай пакетчиктер болады, солар, кір жаятындар, әртүрлі дүние. Ыдыс жуатындар, жалпы жаңағыдай тазалық жасайтын жерлерге көп арналған заттар тапса болады. Кейін бір ерекше нәрсе, мына жерде мысалы мынау иттерге, мысықтарға арналған ойыншықтар, киімдер де тапса болады. Мына негіз балаға арналған ба деп ойлап қаласың, бірақ негізінде иттерге, мысықтарға арналған. Мына жақта міне әртүрлі түрлер де бар. Сүйкімді ғой. Қараңыз, аяқтары бар, 2 аяқ шығып тұрады. Осындай киімдер бар. Бас киімдері де бар. Ойыншықтар да бар. Мынандай әдемі ыдыстар шығыпты сакурамен. Кеселері бар. Мынандай тарелкалар да бар екен. 200 теңгеден.